Адам ағзасында аденозин деген гормон бар. Ол ұйқының келуімен сергектікті реттейді. Ол күні бойы жиналып, күн батқан соң ағзаға ұйықтау керек деп сигнал береді. Ал кофеин әлгі гормонның әсерін төмендетеді де ағзаны сергек етеді. Сол себепті оны ішкен адам сергиді, ұйқысы қашады, зейіні артады, мидың белсенділігі өседі. Кофе ішкенде жағымды эмоцияларға жауапты серотонин мен дофамин гормоны бөлінеді де адамның көңіл-күйі көтеріледі. Сол себепті көптеген адамдар білім алу барысында кофе ішеді. 1511 жылы Меккедегі дін қайраткерлері кофе харам деп үкім шығарады. Әрі қарай 1532 жылы Каирде, 1550 жылдардан кейін Осман империясында да тыйым салынды. Тіпті Мұрат 4 сұлтанның тұсында өлім жазасы тағайындалған. Кофеханалар адамдар көп жиналатын орынға айналған. Сұлтандар мұны үкіметке қарсы ұйымдардың ошағы ретінде қауіптенген. Кофеханаларда көтерілісшілер бас қосып, қастандық жоспарын құрады деп ойлаған. Сол себепті оны тыйым салу көп жағдайда саяси себепке байланысты еді. Ал дін қайраткерлері сұлтандардың ығына жығылып, түрлі себептермен харамға шығаруға тырысқан. Тек 19 ғасырдың басында ғана тыйым жойылды. 1600 жылдардан бастап кофе бүкіл Европаға таралады. Ескере кетейік, Европада да кофеге қарсылық болған, бірақ ислам елдеріндегідей қатаң дәрежеде емес. Сонымен Европада кофеханалар қаптайды. Сыраханадағы масайған жұрттың бәрі кофеханаға ағылады. Алкогольді ішімдік мидың жұмысын бәсеңдетеді. Қысқасы, кофе Европа жұртын ішімдіктің шырмауынан құтқарды. Сәйкесінше кофеханалар ғылыми төңкеріске үлкен ықпал етті. Ол жерге бай да, кедей де, оқымысты да, ғалым да келе алатын болды. Жұрт пайдасыз һәм зиянды ішімдікті пайдалы сусынға ауыстырды. Халық арасында кофеханалар құнсыз университет деп атала бастады. Себебі қара халықтың оқымысты истеблишмент өкілдерімен пікір алмасу мүмкіндігі туды. Ол жерде жұрт ғылымды, саясатты, әдебиетті талқылап, пікірталастар ұйымдастыра бастады. Мүдделестер, ниеттестер мен интеллектуалдар кездесіп, идея мен білім алмасатын ортаға айналды. Ал бір шыны кофені небәрі тиынға сатып алатын, яғни арзан, қонсыз университет деген ұғым осылай қалыптасқан. Слоутерс кофеханасы математикалық зерттеулер орталығы ретінде танылса, Turk's Head кофеханасы философиялық рота клубы өкілдерінің орталығына айналды. Ал Баттонс кофеханасы Уильям Уинстон мен Фрэнсис Хоксбидің механикалық лабораториясы секілді болды. Қазіргі Ұлыбритания ұлттық ғылым академиясы кезіндегі Лондондық корольдік қоғамы сол кездегі Оксфордтағы кофеханада жиі бас қосқан натурфилософтармен құрылған. Сол қоғамның мүшелігінде Ганс Лоуан, Эдмунд Галлей, Исаак Ньютон секілді интеллектуалдар болған. Ұлы ғалым атанғанға дейін олар сол кофеханаларда дебаттар ұйымдастырған қарапайым студенттер еді. Уильям Шипли 1754 жылы Роудмилл кофеханасында корольдік өнер қоғамын құрды. Сол секілді Кембридж қоғамы да құрылған. Дебаттарда жаңа идеялар туатыны рас. Мысалы Пьер Ферма, Исаак Барроу, Рене Декарт, Христиан Гюйгенс, Блейз Паскаль, Джон Уоллис, Галилео Галилей, Иоганн Кеплер секілді ғалымдардың еңбектерін Исаак Ньютон өзінің пікірлестерімен бірге кофеханада талқылайтын болған. Эдмунд Галлей дәл осы дебаттардың барысында Исаак Ньютонға натуралды философияның математикалық бастауы деген кітабын жазуға ынтасын оятқан. Жалпы алғанда Европа жұрты 17-18 ғасырды ағарту дәуірі деп атайды. Осы кезеңде Англия көптеген ғалымдарды әлемге сыйлады. Джон Локтың философиялық идеялары, Адам Смиттің экономикадағы революциялық теориялары, Исаак Ньютонның физикадағы жаңалықтарын мысалға келтіруге болады. Әйгілі Иммануил Канттың ақылыңды пайдалана біл деген сөзі сол ғасырдың ұранына айналды. Ғылыми прогресс, білім жүйесі, дұрыс тәрбие, міндетті түрде адамның мінезін дұрыстау арқылы бақытқа кенелтеді деп сенді. Және осы идеялардың барлығы кофеханаларда талқыланды. Осылайша ғылыми даму процесінде кофе мен кофеханалардың рөлі ерекше болған. Құдды жаңа идеяларды ашу үшін адамдардың миына жанармай секілді әсер еткен. Сол себепті ғылыми технологиялық өндіріс пен ағартушылықтың қозғаушы күші ретінде кофе батыс елдерінде өте қатты бағаланады. Стивен Джонсон есімді ғалым кофе ғылыми жетістіктердің негізгі катализаторы болды деп айтқаны бекер емес. Аллаға шүкір, бүгінгі таңда мұсылмандардың кофеге деген көзқарасы түбегейлі өзгерді.
тіпті дін оқуын оқитын теологтардың ең сүйікті сусынына айналды. Алайда 500 жыл бұрын ол мас қылатын сусын деген айыппен харамға, тіпті бидғатқа шығарылғаны тарихи факт болып қала береді. Мысалы, зияны жоқ кофе харам болған, ал нағыз зиянды темекі өнімдері рұқсат болған кезеңдерден өттік. Тек 1979 жылы Әл-Асқарда темекі шегу харам деген ресми пәтуа шықты. Демек, бұрынғы пәтуалардың кейбірі рационалды әдіспен емес, эмоционалды әдіспен шығарылғаны айқын болады. Осылайша сол пәтуалардың зардабын бүгінгі мұсылмандар тартып жатыр. Кофенің мысалы секілді өзге жұрттың барлығы жілігін шағып, майын ішіп пайдасын көріп болған соң, ылғи көштің соңында жаңашылдықты қабылдап жататын әдетіміз бар. Сол себепті болашақ дін қайраткерлері пәтуа шығару мәселесінде рационалды әдіске жүгініп, 7 рет өлшеп 1 рет кескені абзал.